Екі түрлі адамбыз ғой, Зарина екеуміз салыстыруға мүлдем келмейді. Зарина екіжүзділігі бар, мен шынайы деген ғой. И то Зарина үміткерлер қабылдап, мына жерде өтірікті алып жылап, оның бәрін өткізіп қойғансың ғой бойыңнан. Мен шынайымын, өмірде қалай эфирде сондай, мен өтірік істей алмаймын. Ұнаттым деп айттым, оның ешқандай жазығы жоқ. Сол ғана. Алдына мен көп нәрсе айтамадым ғой, наверное, стресс кезінде шығар. Қазір оның бәрін айтыңдар, личный неприязньдер бәрін айтып. Личный неприязнь жоқ, Зарина, сен туралы ойламайды. Личный неприязнь жоқ адам екі жүздісің деп айтпайды. Я, сен екі жүздісің. Көріп тұрғаныңызды айта алмайсыздар. Маржан себебі, өйткені қой тұрш, себебі біз алдын Шымкентке бара жатқан кезде айтты ғой, жаңа бір қатысушыға ойым кетті деген сияқты. Сөйгеде мен Заринаны күдіктендім да, барып сұраған едім, жоқ, мен оған деп айтпаймын, таныстық болмайды деп айтты. Мен олай айтпағам, мен ешкімге уәде бермегем. Мен емес деп ойлаймын, мен Гүлнұр деп ойлаймын. Хотя басына орамал сыйлап, екі жүздің неғыласашы. Маржан ханым, абайлап сөйлеңіз. Сіз кезінде орамалда болған, сол үшін олай айтпаңыз. Мен по факту болған нәрсені айтып жатсам, неменеге оны қарсы шығып жатсыңдар, күйіп. Баласа ханым, мен осы жерде барлық қатысушынан айта алам да, маған келіп екі-үшеу айтқан, сен шығарсың мүмкін таңдау. Мен емес, қайдағы мен мүлде байланыс жоқ қой деп. Біраз адам бар, мені шапалақ ұрып отырған адамдар біледі. Тіпті сол кезде мен өзім де айтқам, Гүлнұр шығар, Гүлнұрмен енді араларында кішкене бір искра бар сияқты деп